Сәлем баршаңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ауызда еритін, жұп-жұмсақ, дәмді сметаниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше рецептімізді бастайық. Ең алдымен осылай електен өткізіп, өлшеп, алдын ала дайындап алған ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, видеодағыдай крошка әзірлейтін боламыз. Дайын болған крошкамыздың үстінен шекерімізді, разрыхлитель және де жұмыртқаны салып, видеодағыдай жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр елейтін боламыз. Толық ингредиенттер құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырдым, сонда өтіп қарасаңыздар болады. Қамырымыз осылай жұп-жұмсақ болады, осылай пакетикке орап, шетке қалдырамыз да, енді салмасын әзірлейтін боламыз. Қаймағымызға шекерімізді салып, ванилинді салып, әрине ванилин өз қалауыңызша, және де жұмыртқаларымызды салып, осылай венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Миксердің ешқандай да қажеті жоқ. Массамыз тек бір қалыпты болып араласып шықса жеткілікті. Мінекей салмамыз дайын. Енді формамызды дайындайтын боламыз. Мендегі форма 26 сантиметр. Осылай жаңағы қамырымызды енді формамыздың ішіне салып, жақсылап бір қалыпты етіп төсеп шығатын боламыз. Енді шанышқымен видеодағыдай осылай жан-жағын нығыздап, сәндік ретінде істеп шығатын боламын. Содан соң осылай қамырдың ортасында тесуді ұмытпаңыз. Бұл біздің қамырымыз піскен кезде ортасы көтеріліп кетпес үшін. Енді дайын салмамызды құйып, дәл осы кезде пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоятын боламыз, және де пирогымызды қызып тұрған пешімізге 40-45 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде осы қарапайым рецепт бойынша жасап көріңіздер. Дәмі деген енді керемет. Барлығына ұнайтынына сенімдімін. Құрамы да қолжетімді, өте нәзік пирогтардың түрі. Достар, видео ұнаған болса міндетті түрде пікір жазып, лайк басып, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.